Кентау қалалық жастар ресурстық орталығында Қазақстан Республикасының рәміздеріне 30 жыл толуына орай қаламыздың зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен конференция болып өтті. Конференция мақсаты өскелең ұрпақтың еліміздің мемлекеттік рәміздерге құрметпен қарауын нығайтуды көздейді. Конференция барысында бейнеролик ұсынылды. Қоғамның әлеуметтік мәдени қатынасының негізі ретінде саяси рәміздеріміздің рөліне қатысты мәселелердің кең ауқымды талқыланып, өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру деп қала әкімінің орынбасары Ақнұр Байболова іс-шараны ашты. Кез келген азаматтың міндеті ол рәміздерді құрметтеу, елдігіміздің, егемендігіміздің, тәуелсіздігіміздің айғағы біздің рәміздеріміз. Қандай да бір жеңіске жетсек те, қандай да бір елге таныстырылсақ та, міндетті біздің бірінші кезекте туымыз көтеріліп, әнұранымыз шырқалады. Сондықтан әрбір өсіп келе жатқан жас ұрпақ әнұранды жатқаны, мемлекеттік тудың жаңағы мағынасын, мемлекеттік елтаңбаның қандай бөліктерден, қандай элементтерден тұратындарын ойына сіңіріп, біліп өсу керек деп ойлаймын. Осы орайда біздің білім саласында өте жақсы жұмыстар атқарылып жатыр. Мемлекеттік рәміздер туралы ұсыныс пікірін білдірген Сұлтанбек Қожанов атындағы номер 9 мектеп директоры Ұлбала Мұсаханова, кез келген ел үшін мемлекеттік рәміздер тәуелсіздікті айқындайтын атрибут қана емес, бұл терең әлеуметтік, мәдени және саяси түсініктер жүйесі. Олар тарихқа негізделіп, ұлттық жадты сақтап отырады. Мемлекеттік рәміздер ел келбетінің құрамдас бөлігі. Азаматтар патриотизмнің көрінісі, бүкіл қоғамды біріктіретін факторы, кез келген ұлт пен мемлекеттің болмысын қалыптастырудың құрамдас бөлігі деді. Сонымен қатар елтаңбаға жан-жақты сипаттама беріп өтті. Ал ең соңғы шекара бізде 2007 жыл. Біздің әрбір кішкентай жерімізге шейін бекітілуі біздің басқа елмен ұрыспауымызға себеп болып отыр. Неге мынау Ресей мен Украина сияқты, Әзербайжан мен Грузия сияқты елдер бір-біріне сол шекараны соңғы нүктесіне шейін шегелеп алмағандықтан, тәуелсіздік алғаннан кейін де. Мысалға, өткен ғасырда 1924 жылы шекараны межелеу болатын болса, осы тәуелсіздік алғаннан кейін шекараны межелеу 2007 жылы біткен. Ал енді мемлекеттік рәміздерде біз сол 4 маусым 1992 жылы рәміздер қабылданғанда ту мен елтаңбаны нағын. Мысалға елтаңбаға келейікші. Біз Қобыландыны, Алпамысты оқып өттік. Алпамыстың қалмақтарға шыққан кезде, Алпамыс мен осы жерде қалам, маған қиыншылық түскен кезде, мен мынау құйрығымнан бір қылын алып қал, содан кейін мен көмекке келем деген Алпамысты оқыған адамдар болса біледі. Сол кездегі ердің серігі пырағы болған пырақты бейнелеп тұр екі шетте. Ол пырақтың әр несінде біздің қазақ даласы бидай масағына бай екенін көрсетеді. Ал енді астында Қазақстан жазуы барды, ортасында шаңырақ, шаңырақтан уықтыр. Уықтың саны 32. Бізде мысалға қазір азында тұрғанда күншығыс арғы күншық дейміз. Шығысты, батысты, солтүстікті, оңтүстікті білеміз. Ал бірақ сол біздің елтаңбадағы уықтың саны 32. Ол мынау географиялық тілмен алғанда жердің 32 көкжиегін білдіреді. Ал бұл көп ұлтты мемлекет деп айтады, бірақ ол жердегі уықтың саны 32. Отанды қастерлеу туған елге деген шынайы құрмет. Мемлекеттік рәміздерді қадірлеуден басталады. Мемлекеттік рәміздер елдіктің, егемендіктің басты нышаны. Ұлттық рух пен қоғамдық келісімнің, сондай-ақ патриоттық тәрбиенің аса маңызды құралы деді жарыс сөзге шыққан Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Тұрар Омаров. Қазіргі біздің рәміздерімізді бекітеді. Ал әнұранымыз сәл 6 айдан кейін бекітілген. 92 жылы желтоқсанда әнұранымыз еді гимн мемлекет. Бірақ уақыт өте келе мемлекеттік гимн 2006 жылы халықтың, көпшіліктің сұранысы бойынша қазіргі менің Қазақстаным әнұран болды. Мысалы, біздің әнұран гимн сол 1956 жылдары, 50 жылдары тың игеру кезінде шыққан. Бүгін біз аса маңызды тақырыпты талқылап отырмыз. Өйткені мемлекеттік рәміздер қазіргі жастар үшін олардың ұлтқа қатыстылығы тұрғысынан шешуші мәнге ие деді Көзқарас клубының мүшесі Гүлжан Серік. Сонымен қатар Көзқарас клубының белсенді мүшелерінің рәміздеріміздің 30 жылдығы қарсаңында атқарған жұмыстарының бірқатарын баяндап өтті. Бүгін рәміздеріміздің 30 жылдығына орай керемет іс-шара ұйымдастырылды. Кентау қаласында бұның алдында да шерулер болды, роликтер түсірілді, әнұранды
ұлықтайтын ролик түсірілді. Көзқарас клубының тарапынан сауалнама жүргізілді Кентаудың тұрғындарының арасында жалпы рәміздерге байланысты. Солның барлығын Кентау қаласы әкімдігі ескеріп, жастар ресурсты орталығы ескеріп, осы рәміздер күніне атсалысқан қоғам белсенділерін, жалпы белсенді жастар мен белсенді азаматтар мен азаматшаларды бүгін марапаттады. Үлкен барлықтарыңызды осы рәміздер күнінің 30 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Бұл бәріміздің ортақ мерекеміз болып табылады. Өйткені рәміздерді білу, оны қастерлеу әрбір азаматтың парызы мен борышы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің 30 жылдығына орай бірқатар қоғам белсенділері марапатталды. Қазақстандықтардың қазіргі жас ұрпағы белсенді азаматтық ұстанымға ие және барлық деңгейдегі шешімдер қабылдауға қатысқысы келеді. Міне осындай жастарымыз бен қоғам белсенділерінің қатары молая берсін. Маржан Бекжігітқызы, Берхан Бейситов, Тұран, Түркістан.